Ассалаумағалейкум. Алейкум. Есіміңіз? Бақытжан. Ата-енемен тұрасыз ба? Ата-енемен, иә? Күшікке болып тұрамын ата-енемен. Неше жыл болды? 28 болды. Я вам завидую. Күлесіз ғой, сенбейсіз ба? Сенем, әңгіме жоқ. Неге сен? Кіші жүздердің күйеу балалары солар бірге тұрады да. Ата-енемен тұрған келіндер деп едім. Бұл кісі келіндер дегенді келіңдер, маған қарай деп едім. Маған қарай келіндер деп естіп қалған ғой. Солай естіп. Сынақалар, келіндер. Біз енді, мен сізге айтып тұрмын ғой, келіндердің орнына мен шығып тұрмын ғой. Келіңіз шықпай жатыр ғой. Жеңген бар ма? Ата-енемен тұра ма? Иә, 28 жыл тұрады. Сіз не алып шықтыңыз? Үй алып жатыр ол. Келіңіз, жеңеше, 28 жыл нәкісін әйелі келсінші құрсын. Не болып кетті? Ертең тик-токта хит боласыз құрсын. Маған ғой бәрі бір. Келіңіз! Күйеуіңіз вообще бар ғой. Бұл кісі билетті жаңағы. Тамаданы бір мақтасаң, тағы бір приз береді дейді. Тамада керемет деген бүгін. Данияр, красавчик, қайдан таптың? Телефонын берші. Мына кісі действительно ата-енесімен тұрады екен. Любой нәрсенің ебін келтіретін жігіттер болады, сондай бір 5 аспапшы. Любой шаруада оңай құтылып кететін, любой бір қиындықта оңай бір жол тауып кететін сондай жігіттер болады өзі. Қиыннан қиыстыратын жігіттер. Мінекей аға. Тамада қалай екен? Керемет тамада. Телефонын тастап кетші. Тағы біреу қосайын ба? Ата-енемен тұрған келіндер деп едім. Ағам ауысып кеттіңдер ма? Не істедіңдер? Әзілдеп шықты енді, түсіндік қой енді. Просто мен ертең тик-токта хит боп, айдылады. Маған ренжіп жүрмеңіздер деген. Неше жыл? Қалай неше? Неше жыл болды ата-енеңізбен тұрғаныңызға? Бөлек тұрам. Ол тұрады ғой, мен емес. Ол кіммен тұрады? Ол мен өзінің ата-енесімен. Не болып кеттін алар? Құдай. Сіздер кім болып келесіздер жалпы? Даниярдың әпкесі болып келеді. Даниярдың әпкесі. Ана кісі Бақыт, е? Бақытжан ол жездесі болып келеді. Сонда получается, ол кісі ата-енесі сіздің мама папаңызбен тұра ма? Иә, сосын ғой шығып тұрған аха. Сіздің атыңыз? Роза. Роза Бақытжан. Ой, құдай. Нәерде 15 жыл, 20 жыл деген келіндерге жоқ деп, 28 жыл деп шақырсақ бөлек тұрады екен ғой. Еще. Мынау ойнап айтқаның үшін бір подарка берейік. Құр қол қайтармайыншы. Роза Бақытжан ханымға бір подарка. Әзіл дегендерің үшін. Жоқ, ол ағама бөлек. За то, что күйеу ата-енемен тұрған үшін. Мынау, сіз бөлек тұрғаныңыз үшін. Сау бол. Раушан, роза, 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 роза.